kun оқушылар. Қайырлы күн, ұстаз. Кезекші күн. Тігеміз бар, отырыңыз. Көңілдеріңіз қалай? Жақсы. Көңіл-күйімізді тағы да жақсы қылу үшін психологиялық ахуал туғызамыз. Психологиялық ахуал бізде суретті қайталап, сартты баса қойыңыз. Мына жерде бізде сандар берілген, сандардың артында суреттер жасырылған. Ең алдымен бізде Дамир орындайды. Дамир, кез келген бір санды қайтамыз. 11. Келесі, бізде келесі Айдос. 1. Келесі Фелис. 5. Отырыңыз. Жасмин. 18 дұрысыңыз. Мирас. 22. Күшті, иә? Келесі, Гүлдас. 10 дұрысыңыз. Отырыңыз, Зарина. 15. Айдын. 9. 9. Отырыңыз. Фархат. 8. Жарайсыңдар. Отырыңыз. Көңіл-күйіміз жақсы болды ғой, иә балалар? Иә. Олай болса, жаңа тақырыбымызға көшпес бұрын біз ең алдымен топқа бөлініп алайық, жарай ма? Иә. Мына жерде біз топқа киіз үй әдісі арқылы бөлінеміз. Мына жерде киіз үй берілген, оның ішінде бірінші және екінші топ жасырылған. Сіздер әрқайсыңыз бір киіз үйді алу арқылы бірінші немесе екінші топ екендігін анықтайсыздар. Бірінші топ рационал сандарға, екінші топ жай сандарға келіп жатсыздар. Орныңыздан тұрып киіз үй алайық. Топқа бөлініп алдық, иә, оқушылар? Иә. Әрқайсымыз өз тобымызды анықтап алсақ, енді мен үй тапсырмасын сұраймын. Үй тапсырмасын микрофоннан тәртіпке сұраймын. Мен қазір осы рационал тобындағы бір оқушыға микрофонды беремін. Ол оқушы үй тапсырмасының жауабын айтады. Келесі команда дұрыс бұрыс екенін анықтайды, жарайды ма? Фархат. Үй тапсырмасы қай есеп берілді? 526. Біріншісінің жауабы қалай, Фархат? 60,3. 60,3. Дұрыс па? Дұрыс. Келесі біз Мирасқа берейік. 526 есептің екіншісі 63,196. 63,196 шықты, иә? Дұрыс па? Иә. Жарайсың, отырамыз. Үй тапсырмасын жақсы орындадыңыз, балалар. Енді жаңа тақырыпқа көшейік. Жаңа тақырып бізде рационал сандарды көбейту. Рационал сандарды көбейтуден алдын біз рационал сандарды қосу және азайтуды өткенбіз, иә балалар? Рационал сандар дегеніміз жалпы қандай сандар? Оң және теріс сандар. Оң және теріс сандар. Оң және теріс сандарды қосу азайтуды өтті. Бүгін рационал сандарды көбейтуде өтеміз, иә? Сабақтың мақсаты бүгінгі бізде рационал сандарды көбейтуді орындау, рационал сандарды көбейту тақырыбын меңгереді, алған білімдермен есеп шығаруды қолданады. Рационал сандарды көбейтуді жақсылап түсіну үшін балалар мен сіздерге бір-екі мысал есеп шығарып көрсетейін, жарай ма? Жаңа сіздерге таңбалар ережесімен таныстырдым, иә? Осы таңбалар ережесі бойынша енді сіздерге мысал есеп шығарып көрсетейін. Ең алдымен қосу көбейтілген қосу таңбасы қосу шығар екен, иә? Енді жазайық. +4 көбейтілген +4. Сонда жауабы неше болады? +16. Енді тура осы мысалы ары қарай таңбасымен бірге алып кете берейік, жарайды ма? +4 көбейтілген -4. Сонда 4-ті 4-ке көбейтетін болсақ, -16. Бірақ алды минус болады екен, иә? -16. Енді -4 көбейтілген +4. Бұның да жауабы минус болады екен, иә? -16. Енді -4 көбейтілген -4. Сонда жауабы қанша болады екен? 16 болады, иә? Жалпы +16 болады екен. Дәптерімізге жазып аламыз. Енді оқушылар дәптерге есеп шығарып болған болса, тақтаға есеп шығарайық, жарай ма? Осы командадан Фархат пен Айдос, осы командадан Дамир мен Мирас шықсын. Тақтаға есеп беремін, сол есепті тақтаға шығарасыздар, жарай ма? Оқушылар жаңа біз топпен жұмыс жасадық, иә? Енді жұптық жұмыс болсын. Мына осы командадан Фархат пен Айдос, осы командадан Дамир мен Мирас. Мына алдымызда тұрған демонстранттар кезек-кезек жауап береді. Орындап кетіңіздер. Бірінші жай сандар командасы қай сан таңдайсыз? Бірінші. Ақылдасып шешсеңіздер де болады. -10 көбейтілген -7 жауабы дұрыс, жарайсыз. Келесі Яшық. Сіздер де? Біз 10 таңдаймыз. 10 таңдайсыз 10. 100 көбейтілген -4. -400. Жарайсыз. Келесі сіздер 11. 50 көбейтілген -8. -3 жарайсыз. Келесі 12. 4 көбейтілген -700. -800. -800 жарайсыз. Келесі сіздер 20. 20. -4 көбейтілген -9. 36. Жарайсыз. Келесі сіздер 18. 18 ашыңыз. 9 көбейтілген -3. -27. Жарайсыз. Сіздер 16. 16. 100 көбейтілген -5. Жарайсыз. Келесі 15. 15. 9 көбейтілген -6. -23. -23 па? -24. Жарайсыз. 14. Ашыңыз. -7 көбейтілген -200. Жарайсыз. Келесі Яшық сіздер 2. 2. 10 көбейтілген -5. -7. Жарайсыз. Келесі Яшық 5. 5.
Минус 15 минус 30. Жарайсыздар. Сіздер 4. Минус 9 көбейтілген минус 6. Минус 24. Ой, иә, Минус 24 па? 24. 24. Келесі. 13. Енді оқушылар рационал сандарды көбейту тақырыбын біз түсіндік, иә? Осыдан алдын біз рационал сандарды осы тақырыпты өткіздік. Сол тақырып бойынша бір тапсырма орындап жүрейік. Топпен орындайық. Кеттік. Біріншісінің жауабы. Минус 96. Минус 96. Минус 96. Аха, келесі. Минус 9 плюс 13. Плюс 4. Плюс 4. Жарайсыздар. Келесі. Минус 15 қосылған Плюс 11 ма? Иә. Жарайсыздар. Келесі. 49 минус 22. Минус 3. Ой, жарайсыздар балалар. Келесі тапсырма. Минус 90 плюс 45. Минус 48. Минус 45. Жарайсыздар. Келесі тапсырма. Минус 1. Келесі тапсырма. Минус 2 қосылған минус 48. 20. Плюс 20. 20 иә? 20 болмaz. Дұрыс емес екен. Минус 22. Келесі. Минус 78 минус 79. Минус 78. Бір де Жарайсыз. Оқушылар есеп шығарып, жазып кішкене шаршаңыз, иә? Иә. Серік қызым жасап жібек, онда орнымыздан тұрыңыз. Экранда көрсетілген іс-әрекетті қайталаймыз, жарай ма? Кішкене серік қалдықтар? Иә. Жарайсыздар, отырыңыздар. Оқушылар жазып болса, келесі сабақты бекіту тапсырмасын орындайық. Сабақты бекіту тапсырмасын орындамас бұрын тақтаға назар аударайық. Абай атамыз сіздерге бір сөз айтып кетті. Ашық сабақтарыңызға сәттілік. Әмиян әдісі арқылы сабақты бекіту тапсырмасын орындаңыздар. Әмиян әдісі арқылы сабақты бекіту тапсырмасын орындаңыздар дейді, иә? Бізде мына әмияда ақшалар берілген. Осы ақшаның артында сіздерге тапсырмалар жасырылған. Қай топ ең алдымен бітеді, сол топ жеңімпаз болады. Мына жердегі тапсырмаларды тез ақшаның артында тапсырмаларды орындап жіберейік. Жарайсыздар оқушылар, біз шабандоз әдісі арқылы енді бүгінгі сабаққа қатысқандарыңызға қарай бағалап жіберейік, жарай ма? Мына жерде сіздердің аты жөндеріңіз тұр. Дамир, Қасым, Мирас, Гүлдас, Фелис, Айдос, Фархат, Айгүл, Зарина, Тұрсын. Дамирден бастап жіберейік. Дамир бізде сабаққа өте белсенді қатысты. Сол үшін оған біз 10 балл қоямыз. Әрқайсымыз өзіміздің мектептен балымызды алдық қой, иә? Дамир 10 балл, Қасым 9, Мирас 10, Гүлдас 6, Фелис 8, Айдос 10, Фархат 10, Айгүл 8, Зарина 9, Жасмин 9 балл алды. Оқушылар бүгінгі ашық сабақ сіздерге ұнады ма? Иә. Балаларыңызда көңілдеріңіз болады ма? Иә. Рационал сандарды көбейтуді түсіндік қой, иә? Иә. Енді сол бойынша бізге шам әдісі арқылы кері байланыс берейік. Сабақты түсінсеңіздер, сабақты түсіндіңіздер. Басыңызда сұрақтар бар болса сұрақтарыңыз бар деген басыңызда сабақты түсінбесеңіздер, түсінбеген басыңызда. Орындарыңыздан тұрып, маған кері байланыс берсеңіздер. Барлығымыз барып баса берейік. Жарайсыздар, барлықтарыңыз сабақты жақсы түсініпсіздер ғой, иә? Иә. Сабағымызға кері байланыс жасадық, бағаладық. Енді үй тапсырмасын жазып алайық, балалар. Оқулықтан 610 және 608 есеп. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.